Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Екі кеменің басын ұстама. Барлық нәрсені бір сәтте меңгеремін, бәріне бірдей үлгеремін деп көп жағдайда адамды жеңіліске ұшыратады. Әр нәрсенің басын бір шалған адам ешбірін жарытпайды. Сондықтан күрделі істерді рет-ретімен, кезең-кезегімен меңгеруге тырысыңыз. Әрі керемет суретші, әрі мықты кәсіпкер, әрі әйгілі әнші боламын деп барлығына бірдей ұмтылу екі кеменің басын бірдей ұстаған сияқты қатерлі құбылыс. Бұндай адам суға кетеді, басқа жол жоқ. Тек жаныңыз қалаған бір іске ғана басымдық беріңіз. Біреуін тыңғылықты игергеннен кейін екіншісін қолға алыңыз. Әрбір істі тыңғылықты меңгеріп, үйренген сәтте өзіңізге деген сенімділік пайда болады. Жеңімпаз рух сізді екінші іске шабыттандырады. Тұлғалардан үлгі ал. Өзіңе сенімділік ұялатудың бір жолы айналаңдағы жетістікке жеткен тұлғалардан үлгі алу. Олардың өмірін және басынан өткізген оқиғаларды зерделеңіз. Олар жайлы кітаптарды оқыңыз. Бұл сізге керемет шабыт береді. Жетістіктерінен ғибрат, қателіктерінен сабақ аласыз. Айналаңызды жіті бақылаңыз. Кез келген оқиғадан шабыт алуыңыз мүмкін. Өз басым 30 жасыма дейін көлік жүргізе алмайтынмын. Әрине бойымда көлік жүргізе алмаймын деген сенімсіздік болды. Көлікпен қиылыстарда кер айналып бұрылатын сәттер маған қорқынышты көрінетін. Осындай сәтте басқа көліктермен соғысып қалатындай күйде болатынмын. Бір күні көшеден көзілдірік таққан, қалтыраған кәрі кемпірдің көлік жүргізіп бара жатқанын көріп, сонда мына кемпірден мен қабілетсіз, қорқақ болғаным ба деп намыстандым. Сөйтіп, көлік жүргізуді үйрететін курсқа жазылдым да үйреніп алдым. Аз-аздан бірақ үздіксіз жаса. Тіл алсаң, қол қысқартып тіл ұзартпа. Ауыр жүк асқар таудай мойның артпа. Мәшһүр Жүсіп. Өз-өзіңе сенімділік ұялату үшін қолыңа алған қандай да бір істі әуелі там-тұмдап, аз-аздан баста. Қазақтың тамшы тас теседі дегені сияқты, бірақ ұдайы үзбей жаса. Там-тұмдап болса да, сапалы атқарылған іс жиылып тауға айналады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбар, істің ең қайырлысы аз болса да ұдайы жасалғаны деп осыны айтып отыр. Мұндай аз-аздан іс атқару тәсілі Жапонның кайдзен бағдарламасында да бар. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханұлының ұлық іс ұсақтан ұлғаяды, кірпіш зор емес, қаласан қандай зор үй шығады дегеніндей. Абайдың ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға дегені сияқты үздіксіз жасалған іс түбі нәтижелі болады. Мысалы, адамның көбі кітап оқу үшін арнайы демалыс күндерін күтеді. Немесе санаторий сияқты тыныш орын таңдайды. Келесі кітапты оқу үшін де тағы сондай. Сөйтіп, жылына 1-2 кітап оқуға ғана үлгереді. Өйткенше, күнде таңмен немесе кез келген ыңғайлы уақытты белгілеп, күніне 3-5 беттен үздіксіз кітап оқуды дағдыға айналдырған тиімді. Бұл тәсіл арқылы әр 2 ай сайын 250-300 беттік бір кітап оқып тастайсыз. Кейін күндегі оқу нормасын 7-5 бетке көбейтсеңіз, әр ай сайын бір кітап оқисыз. Сөйтіп, сізде күнделікті кітап оқу дағдысы қалыптасады. Мұның пайдасы зор. Ғылымда кішкентай болса да бір істі тындырған адам ағзасынан эндорфин гормоны бөлінеді дейді. Бұны бақыт гормоны деп атау тегін емес. Аталған гормон бөлінген кезде адамның көңілі көтеріліп, тұла бойында келесі іске шабыт оянып, өзіне деген сенімділік пайда болады. Осылай, там-тұмдап үзбей атқарылған істің нәтижесі адам сенгісіз әсерлі болады. Кішкентай істің үлкен әсері жайлы өз өмірімнен қарапайым мысал келтірейін.
Әр жұмыс күні ең әуелі есік алдындағы күзетші, тазалықшы қызметкерлермен шынайы амандасып, олардың қасында аз аялдап, хал жағдайын сұраймын. Атқарып жүрген істеріне рахметімді білдіремін. Осы болмышы дүниенің нәтижесі де керемет. Жылы жүзбен амандасып, көңіл бөлгеніме олардың қуанғанын көрсеңіз ғой. Олардың күні бойы көңілді жүргенінде байқауға болады. Олардың қуанышын көріп, менің де көңілім көтеріліп қалатын. Бұлай жасау ең әуелі өзіме ұнайды. Сондықтан өмірлік әдетіме айналды. Бірде омыртқа сүйегімді қалпына келтіру үшін арнайы медициналық орталыққа барып, 1 ай жаттығу жасадым. Орталыққа таңмен таласа барып, тазалықшы апай мен массаж жасайтын маманға жылы жүзбен амандасып, арнайы ала келген алма, алмұрт секілді жемістерді ұсынып, жұмысына сәттілік тілегенімде көңілдері көтеріліп қалғанын аңғардым. Кейін мен келмей қалған күндері алаңдаушылық білдіріп, сұрастырғанын естідім. Сол сияқты өткенде супермаркеттегі бір қызметші апайға амандасып, жұмысын қандай ұқыптылықпен жасайтынын айтқанымда, шекесі тырысып тұрған әлгі адам бірден көңілденіп, 40 жылғы сырласындай, сатып алушылардың бәрі сіз секілді болса ғой, ато бәрі шетінен нервный деп мұңын шақты. Кейде болмашы істің әсері біз күткеннен де үлкен болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ешбір жақсылықты мынаның сауабы мен пайдасы кем деп азырқанбай жасай бер. Тіпті ол іс ұшырасқан адамның жүзіне күлімсіреу болса да деген. Бұндай қарапайым жақсылықтың қарымы басқадан бұрын өзіңе қайтады, көңілің көтеріледі, келесі іске шабытың оянады, ең бастысы өзіңе сенімділік ұялайды. Әзірет Сұлтан мешітінде бас имамдық қызметте жүргенде текті сөздің төресі терме атты байқау ұйымдастырған едік. Сол байқауда Роман Бұрқаштың кішкентай атты термесі 1-ші орынды иеленді. Терменің артықшылығы адамдар елей қоймайтын кішкентай дүниелердің маңыздылығын насихаттауында болды. Кішкентай, жігіттер сөзге терең бойласаңыз, кішкентай ми тәніңді басқарады. Жалындаған қызыл өрт байқасаңыз, жарқ еткен бір ұшқыннан басталады. Алланы танып, адам ұғынады, жұдырықтай жүрекпен сезеді де. Тым биік бәйтерек те жығылады, кішкентай құрт түскенде өзегіне. Іздесең сұрағыңа жауабыңды, бір аят көңіліңді тоқ қылады. Таудай қылып жинаған сауабыңды тарыдай тәкаппарлық жоқ қылады. Шоршып жүрген шортандар теңізінде тым кішкентай қармаққа ілінеді. Күртішқандар үңгітіп қазғаныңге жер тарпыған тұлпарда сүрінеді. Теңізді тіліп өткен кемелерді кішкентай тесік суға батырады. Бірлігі сөгілмеген кемелелді азғантай бүлік келіп сапырады. Кемерінен тасыған дариялар кішкентай тамшылардан құралады. Ордалы отау тіккен жанұялар кішкене тапшылықпен сыналады. Ұсақ боп көрінгенмен көзіңізге қиыршық тас жиылып тау болады. Бір ауыз сөз айта салған сөзіңізге бүкіл ел бүлінетін дау болады. Кішкентай кілтің үлкен үміт берсін, қақпасын ашар зәулім сарайлардың, мылтықтың да кішкентай шүріппесі басына қайғы орнатқан талайлардың. Жәннаттан үй болады тіккеніңіз, сәл шыдап тұралсаңыз сертіңізде. Меңдей дәрі болса да ішкеніңіз, дауа болар меңдеген дертіңізге. Намазға аз уақыт қимасаңыз, жоқ болар ақыреттің болашағы. Кішкентай күнәларды тыймасаңыз, тым үлкен күнәларға жол ашады. Жетпессің биік шыңға терлесең де, кішкентай қырбасына шықпасаңыз, үлкенге қолың жетпес сермесең де, қадірін кішкентайдың ұқпасаңыз. Үйретілген шарасыздық. Аса от алғашқыда ноқта жүген салдырмайды, ер тоқым қондырмайды. Үйреткен кезде орғиды, қарғиды, мөңкиді, тоңқиды, аунайды бұлқынады.
Бірақ бұл қарсылықтан нәтиже шықпағандықтан ақыры көнеді. Біз бұны жуасыды үйретілді дейміз. Бұдан кейін үйретілген атқа әркім оп-оңай мінеді де, қалаған жағына шауып кете береді. Қаласа, бұл жылқы мөңкіп қарғып, мінген адамды жығып кетуіне әбден болар еді. Бірақ олай жасамайды. Өйткені алғашқы қарсылық әрекетінен түк шықпағаны анық. Сөйтіп, ол хайуанда қарсылықтан нәтиже жоқ деген шарасыздық қалыптасады. Бұны ауылда өскен жандар жақсы біледі. Аттың аяғын тұсап тастап, бірнеше күн өткен соң, тұсауын шешкен кезде, бейне бір аяғында әлі тұсау бардай жылқы қос аяқтап, біраз уақытқа дейін секіріп жүреді. Америкалық ғалымдар судағы балықтарға тәжірибе жасаған екен. Үлкен балық пен оның күнделікті қорегі кішкентай балықты бір хауызға қатар жіберіп, бірақ арасына көзге көрінбейтін жұқа әйнек қабырға орналастырады. Үлкен балық әлгі кішкентай балықты жұту үшін ұмтылған сайын әйнекке соғылып, меселі қайта береді. Ақыры нәтиже болмаған соң, үлкен балық жайына кетеді. Енді ортадағы әйнек қабырғаны алып тастайды. Үлкен балықтың санасына бәрібір жей алмаймын деген үмітсіздік сіңгені соншалық, кішкентай балыққа мүлдем ұмтылмайды. Бұны психологияда үйретілген шарасыздық дейді. Жоғарыда кез келген істі қолға алғанда ретімен аз-аздан бастаудың маңыздылығын айттық. Өйткені бұрын соңды жасап көрмеген үлкен істі бірден жасаймын деу ағаттық. Көбіне істің ретін білмегендіктен, тәсілін таппағандықтан сәтсіздікке ұшырау ықтималдығы басым. Мақсатыңнан алыстаған сайын өзіңе деген сенім азайып, бетің қайтып басылып қаласың. Нәтижесінде үлкен балық сияқты қолыңды бір сілтеп, бейғам өмірдің дәлізіне түсесің. Немесе қолымнан еш нәрсе келмейді деген үмітсіздікке ұрынып, шарасыздыққа тап боласың.